Мынау ағаш орындықта бүгін ұйықтап арқам ауырып кетті ғой. Сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен досым Жан. Достар, маған тездетіп ұйықтайтын төсек алу керек сияқты. Достар, бүгін мына үйде бірінші күн тұрып жатырмын. Үйді көргенде жоқпын. Кеше зомбилардың сазайын тарттырғаннан кейін бірден келіп шаршап келіп мынау ағаш орындыққа отырып ұйықтап қаптым достар. Бүгін бізге тездетіп төсек табу керек ұйықтайтын. Әйтпесе мына ағаш орындықта ұйықтай берсем арқадан арқа қалмайын деп тұр. Ол төсекті қайдан алсам болады? Мен жетелдіден сұрасам бере ме екен маған? Достар, менде жейтін тамақ жоқ екен ғой. Мен кеше түнде тағы да бүкіл сәбіздерді кеше зомбиларға қарсы тұрғанда берген маған сәбіздерді барлығын жеп қойдым. Енді менде жейтін ештеңе жоқ. Мына сандықты да қараған жоқпын мен. Келдім де бірден ұйықтап қалдым шаршап. Қане сандықта не бар екен? Көрейік, мынау менің кузница үйімде. Қане, 2 золото, 2 алма және нан. Қандай жақсы. Броняларды қойып қоя салайын. Мен ертең зомбилар келсе тағы да мен броняларды аламын, қылышты да қойып қоя салайын. Әзірге мынау алма мен нанды жеп алуым керек. Қарны кейін ашып кетті. Қойып қалдым кішкене. Ауылдың бастығы сыйлаған үйім кішігірім екен, бірақ өте ыңғайлы. Кірген кезде былай келеміз. Мына жерде 2 терезеден қарап тұрамыз, не болып жатыр. Мыналарды алып төгерейік. Кеше зомбиларға қарсы тұрғанда қойған тікенектерді. Ертең жүріп баратып аяғым өліп кетсе. Мына жерде де 2 терезе бар екен. Және мында орындық, мында сандығым бар. Мен төсекті, маған мынау бір орындықты сындырып, осы жерге төсекті әдемілеп қойып қою керек. Мына орындықты мына жерге салып қояйын, ертең бір жетелге бере салам. Мынау алмаздарын да салып қоя салайын. Мына золотаны да салып қоя салайын. Тук. Кім бар? Кім? Біреу есікті тоқылдап тұр. Сәлем ойыншы, қалайсың? Жақсы. Кеше зомбилардың шабуылына әдемі тактика құрап, сенің арқаңда зомбиларды жеңіп шықты. Зомбилардың сазайын бердік. Жарайсың ойыншы, танысып қояйық. Менің атым Жидет. Сенің атың кім болады? Менің атым Про досым Жан, красавчик 007. Ойнайтам. Досым Жан ғой, атым Досым Жан. Әзіл қой екенсің. Танысқаныма қуаныштымын. Сенің арқаңда зомбилардың сазайын беріп жеңгеннен кейін ауылдың бастығым саған мына кузница үйді сыйлапты. Құттықтаймын. Сол құттықтап саған кішігірім сәбіз алып келдім. Рахмет жетел. Немене бүкіл жетелдер сәбіздер жақсы көре ма? Біздің ауылда көп жетелдер сәбіз, картошка егеді. Егер қаласаң, сол огородтарға жұмысқа тұрсаң болады. Яғни сен осы картошка сәбіздерді егесің және піскен кезінде жинап аласың, және сол жұмысыңа саған изумруд береді. Керемет. Қаласаң, менің огородым бар, сенің үйіңнің артында. Сол жерде жұмыс істесең болады. Мен саған жұмысыңа изумрудтарды уақытылы беріп тұрам. Болды, мен жұмыс істеймін онда. Огородты үйімнің. Міне достар, огородты. Болды, жетел мырза, болды, мен жұмыс істеймін. Онда сені тағы да құттықтаймын. Қазір жұмысқа шықсаң болады. Болды, онда қазір мен мына сәбіздерді жеп алам, сосын жұмысқа шығам. Болды. Жақсы, онда досым Жан ойыншы. Сау бол. Қош болыңыз, жетер. Рахмет. Достар, маған сәбіз өт. Мына сәбіздерді бар ғой. Жартысын сандығыма салып қойын. Мынау 5-еуін абалайын. Қазір қарны ашса жеп жүрем. Шынымен де бұл жердің жетелері сәбіз жаман жақсы көретін сияқты. Сәбіз түрмеде отқанда да сәбіз берді. Қазір де сыйлыққа сәбіз беріп отыр. Менің үйімнің іші шынымен де бос сияқты. Бір сандық, бір орындық. Маған сыртқа шығып шынымен де жетелдерден бір төсек па бірдеңе сұрау керек. Үйді кішкене сәндеу керек достар. Сосын менің видео түсіретін камерамды қай жетел алып кетті екен? Сол видеоларды басып алып монтаждап ютубқа салам ба деп едім. Маған ол видеоны монтаж үшін ноутбук та керек. Мына ауылдың жетелдерінде ноутбук бола ма екен? Достар, бағана маған жұмыс берген жетел маған мынандай мотыга әкеп берді. Осы мен огородты жинап аласың дейді. Онда мен жұмысқа шыға берейін достар. Мына огород басқа жетелдердікі сияқты ғой. Мен жұмыс істейтін огород мынау огород. Мыналарды алып тастай салу керек. Қазір біреу басып кетіп, тікене киімге жабысып қалса, мен жұмысқа баратын жолым ғой, енді бұл тазалап жүрейік кішкене. Міне огород. Қойма үйде жетел жүр ғой. Қалай жағдай жетел? Қалайсың ойыншы, қалай жағдайың? Мен мынау қоймадағы заттарды жинап жатырмын. Жарайсың, кеше сенің арқаңда зомбиларға жақсы төтеп бердік. Болды, мақтай бермеңдер. Мен мына жақта жинай берейін. Мына жақта бидайлар да егеді екен ғой. Міне сәбіздер достар. Сәбіз бен бидай егеді екен.
бидайден нан жасау болады ғой, нан жасап алу керек еді. Сосын жеделден сұрап көру керек еді, мына огородтағы егіндерді, бидайларды, сәбіздерді өзіме кішкене алсам бола ма екен. Әйтпесе қарны ашып қала берді ғой, тамағым бітіп қала берді ғой. Мыналарды егіп тастай салайын. Мынау қаншадан тұрады? Мынау қанша теңге тұрады? Мынау қанша теңге тұрады? Ал мынау ше? Мынау кімнің дауысы? Мынау қаншадан тұрады? Мынау қанша теңге тұрады? Мынау қанша теңге тұрады? Мынау ше? Налар кімдер? Не істеп жатыр бүкіл жеделдер? Қане барып көрейік. Жеделдер, не істеп жатсыңдар? Компьютер. Жеделдер, бұл жақта не болып жатыр? Дүкен. Мұн жақта дүкен ашылып жатыр ма? Мұны дорба арқалап алған ба? Саламатсыз ба? Сіз кімсіз? Нау, не дүкен ашып жатсыз ба сіз? Мен саудагермін. Мен сіздердің ауылдарыңызға осы дүкен ашуға келдім. Дүкенімде көп заттар бар. Мынандай орындықтар бар, компьютер, ноутбук дейсіздер, барлығы бар. Үйге керек заттардың барлығы бар. Өте жақсы болды. Маған төсек пен ноутбук керек еді. Бірақ мен алмаздарымның барлығын үйімде тастап кеттім ғой. Сол алмаздарды беріп, сол ноутбук пен төсекті алып алу керек еді. Сатушы жедел, бұлай келсе қалай қарайсыз? Мен қарап тұрмын, сіздің дүкеніңіз толығымен салынбаған секілді, және заттардың барлығы далада шашылып жатыр. Мен сізге мынау дүкеніңізді әдемі қылып бітіріп салып берем, және ішін сәндеп заттарыңды орындарына қойып берем. Сіз маған ноутбук пен төсек бересіз. Келістік па? Негізі жақсы ұсыныс. Келістік. Болды, онда кірсе берейік. Сандықтарыңызды бірінші көтеріп алу керек. Анау сандықтарда осы дүкенді жасауға, сәндеуге керекті барлық заттар бар. Қарап, алып, өзіңнің талғамың бойынша әдемі қылып жасап берсең, күшті болады еді. Болды ғой, әдемі қылып істеп берем ғой. Ноутбук пен төсекті дайындай берсеңізші сонда. Жетелдер, дүкен әзірге жабық. Үйлерген қайтартыңдар. Қазір 1-2 сағаттан кейін ашылады. Мен мына жерде әдемі қылып зың қылып істеп қояйын, сендер үйлерген қайта беріңдер. Мынау дүкен менің ойымша кішкентай сияқты. Достар, қараңыздар, былай кіреміз, былай болды. Өте кішкентай, сондықтан бізге кішкене бір қабырғасын сындырып, кішкене үлкейту керек. Адамдар кіріп, заттарды таңдап ала алатындай қылып. Достар, міне осылайша біз үлкейтіп қойдық. Мына жерлердің төбесін тереземен істеп қойдым. Мына жерде ағаш, өйткені мына жерде бізде сатушы тұратын болады. Сосын достар, мен сатушының сандықтарынан осындай заттарды жинап алдым. Достар, осы дүкенді сәндеу үшін мен мынандай бір орындық алдым. Осы орындықты мынау жерге әдемілеп қойып қойым керек. Осы жерде мына жерде сатушы тұрады. Бүйтіп саламатсыздар ма? Қалайсыз? Саламатсыз ба? Не аласың деп қоясың ғой. Сосын мынау орындықты осы жерге қойып қоямыз. Осы жерде отырады. Және есігін қоймаймыз, өйткені жеделдер бірдеңе сатып алуға келген, бүйтіп оңай кіріп шығу үшін. Және мынандай полка алып алдым. Осы полкаларды да қойып шығу керек. Бұл полкаларға заттарды қояды. Мен біреу алыппын, қазір сандығынан тағы да толтырып алайын. Алып алдық. Осы қабырғаны толығымен осы полкалармен сәндеуіміз керек. Міне достар, міне осылай. Қазір мысалы мына сәбізді қойып көреміз, қараңыздар. Міне осылай. Мен бәрі қойып қойдым. Бүкіл сәбізімді қойып қойдым. Қайтар сәбізімді. Осылайша заттардың барлығын осы полкаға қойып шығатын боламыз. Жеделдер келіп, осы жерден таңдап өзіне керегін сатып алатын болады. Және мына жағына осындай полкаларды қоямыз. Бұл жерге қазір компьютерлерді, ноутбуктарды қойып қоюға болады. Және осы ағашпен былай мынау дүкеннің сыртында сәндеп жіберуге болады достар. Болды достар, саудагердің дүкені әдем болды. Енді мына далада тұрған заттардың барлығын ішке кіргізу керек. Барлығын қойып аяқтап қалдым, және сыртқа мынау алмаларды да қойып көрейік. Сәбіз, картошка жей берем, мына жетелер алмаларды жеп тұрсын арасында. Иісі қандай күшті мына алмалардың. Болды, сатушы жетел мырза, дүкеніңізде әдемі қылып істеп қойдым. Өте керемет қылып істеп қойыпсың. Достар, қараңыздар, мынау заттардың барлығын мынау дүкен сөрелеріне қойып қойдым. Көп заттар бар, сыймай қалды көбісін сандығына сап қойдым достар. Сандығын қойып қоя салайыншы. Мынау жерге сандығын қойып қоя салайын. Егер керек болып жатса, осы жерден алады ғой. Болды, онда ойынша келіскеніміздей дүкенімнен ұйықтайтын төсек пен ноутбукты алып кетсең болады. Болды, сатушы мырза. Мынау ноутбукты аламын ғой мен. Достар, енді менде ноутбук бар. Рахмет сатушы мырза. Маған төсегім мен ноутбугымды берді. Өте үлкен рахмет. Саудаңыз жүре берсін онда. Жақсы. Саған да рахмет, ойыншы сау бол. Келіп тұр. Болды достар, үйіне. Мына жақта уже кезек басталған ғой дүкенге. Керемет, мен қазір мына үйіме барамда ноутбугым мен төсегімді қойып қояйын. Найнара нанай, төсекті мына жерге қоямын, және ноутбугымды
мынау жерге қойып қоямыз. Достар, бүгінгі видеодан соң міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған бұл мен досым Жан. Сау болыңыздар.